Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үйкеліс күші дегеніміз не? Үйкеліс күшінің пайдасы мен зияны. Бүгінгі сабақта сендер үйкеліс күшінің қай кезде пайда болатынын және оның пайдасы мен зияны туралы білесіңдер. Үйкелістің түрлерімен танысасыңдар. Суретке назар аударыңдар. Бірінші суретте спортшы жүгіріп келеді. Ал екінші суретте адам бар күшімен жиһазды итеріп тұр. Ал үшінші суретте балалар жоғарыдан төмен қарай сырғанап келеді. Төртінші суретте адам банан қабығын басып, байқаусызда құлай жаздады. Себебін анықтаңдар. Адам жиһазды сырғытқан кезде еденнің беті мен жиһаздың табаны бір-біріне жанасып, қарама-қарсы күш пайда болады. Бұл үйкеліс күші. Балалар, суретке назар аударыңдар. Суреттегі тақтайлардың беткі қабатына зер салыңдар. Тақтайлардың бетін үлкейткіш әйнекпен қарағанда нені байқауға болады? Үйкеліс күші неліктен пайда болады? Ойланып көріңдер. Тақтайлардың бетін үлкейткіш әйнекпен қарағанда екі тақтайдың арасындағы үйкеліс күшін байқауға болады. Егер қыз велосипед педалін айналдыруды тоқтатса, ал ол тепкішті айдамай бір қалыпта тұрса, не болады? Үйкеліс күші қайда бағытталған? Жердің беті мен дөңгелек бір-біріне қарама-қарсы күш көрсетеді. Сөйтіп, үйкеліс күші пайда болады. Үйкеліс күші қозғалысқа қарама-қарсы болады. Ал балалар, тәжірибе жасайық. Кітаптың бетіндегі қарындаш қозғала ма? Неліктен? Қандай жағдайда кітаптың шетін жоғарырақ көтеру керек? Оң жақтағы кітаптың бетінде жатқан қарындаш қозғалады. Қарындаш сырғып, кітап бетінен жерге түседі. Өйткені үйкеліс күші пайда болады. Ал сол жақтағы кітапты тігінен жоғары көтеру керек. Сонда қарындаш үйкеліс күшінің әсерінен сырғып түседі. Биіктіктен сырғыған доп пен текшеге назар аударыңдар. Текшенің үйкеліс күші көп болғандықтан ақырын қозғалады. Ал доп үйкеліс күші аз болғандықтан жылдам домалайды. Балалар, суреттен үйкеліс түрлерін анықтаңдар. Сырғанау үйкелісі, домалау үйкелісі және тыныштық үйкелісі. Қайық өзен ағысына қарсы жүзсе, өзен мен қайық арасында үйкеліс күші пайда болады. Бір дене екінші дененің бетімен қозғалған кезде, олардың қозғалуына кедергі келтіретін күш пайда болады. Бұл күш үйкеліс күші деп аталады. Үйкеліс күшінің үш түрі бар. Сырғанау, домалау және тыныштық үйкеліс күші. Тыныштық үйкеліс күшінің әсері өте жоғары болады. Ал домалау үйкеліс күшінің әсері әлсіз болады екен. Ендеше балалар, зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік. Үйкеліс күші неге байланысты? Үш ойыншық машинаны алып, үш түрлі дене бетінде жүргіземіз. Суреттегі бірінші машина қиғаш жатқан кітаптың үстімен жүргенде зырылдап тез жүреді. Өйткені домалау үйкелісінің әсері өте әлсіз болады. Екінші машинаның кедір-бұдыр жермен жүргізейік. Бірінші машинаға қарағанда жүріп өткен арақашықтығы аз болады. Өйткені үйкеліс күші өте көп. Үшінші машина тегіс жатқан кітаптың бетінде тұр. Сондықтан тыныштық үйкелісінің әсері өте күшті болады. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Үйкеліс күші екі дененің бір-біріне жанасқан беттерінің кедір-бұдырлығынан пайда болады да, олардың қозғалысына кедергі келтіреді. Пайдалы ма, әлде зиянды ма? Үйкеліс күнделікті өмірде пайда келтіре ме, әлде зиянын тигізе ме? Бұл сұраққа сендер қалай жауап берер едіңдер? Әрине, адам жүгіреді. Бұл пайдалы. Ағашқа шеге қағады. Бұл да пайдалы. Ине жіппен үйкеліс күші болғандықтан матадан түрлі зат тігеміз. Әрине, пайдалы. Заттарды бір орнынан екінші орынға қозғаймыз. Бұл да пайдалы. Егер үйкеліс күші жоғалып кетсе, жер тайғанақ болып, көліктер жол апатына ұшырайтын еді.
Адамдар жер бетінде тайғанап жүре алмайтын еді. Адамзат үшін үйкеліс күшінің маңызы өте зор. Ол жоғалып кетпейді. Үйкеліс күші табиғатта қалай байқалады? Табиғатта жануарлар мен өсімдіктерге үйкеліс күші қалай әсер ететініне мысал келтіріп көріңдер. Әрине балалар, үлкен алып піл де, ағаштан ағашқа секіріп жүретін маймыл да, суда жүзіп жүретін балыққа да үйкеліс күшінің әсері тиеді екен. Олар үйкеліс күшінің арқасында қозғалып тіршілік етеді. Айналамыздан үйкеліс күшінің әсерін байқаймыз. Оның кедергі келтіретін кездері де болады. Үйкелістің әсерінен үлкен жүктерді орнынан жылжыту қиынға түседі. Үйкелетін бөлшектер тозады, кез келген қозғалыс тоқтайды. Үйкелісті азайту үшін майды пайдаланады. Бөлшектерді тегістейді. Сырғанау үйкелісін домалау үйкелісіне ауыстырады. Дегенмен, оның бізге көмегі де бар. Үйкеліс күшінің арқасында біз жер бетінде жүреміз. Матадағы жіптер сусып кетпейді. Қабырғадағы шегелер суырылып қалмайды. Біздің міндетіміз үйкелісті адамзаттың пайдасына қолдануды үйрену. Үйкелісті қалай арттыруға немесе азайтуға болады? Негеш пен Эврика үйкелісті қалай арттыруға немесе азайтуға болатынына зерттеу жүргізді. Егер жүретін жолға мұз қатса, ол жерге топырақ не тұз себу керек. Егер бөтелкенің аузын аша алмай, бет орамалмен ұстап бұрасаң, бөтелкенің қақпағы қиындықсыз ашылады. Етіктің табанына резеңке жапсырғанда үйкеліс күші көбейеді. Суреттерге қараңдар. Оларға не ортақ? Қорытынды жасаңдар. Әрине балалар. Мәшине бір орыннан екінші орынға қозғалу үшін оған жанармай құюы керек. Ал адамның сүйегі қозғалу үшін мықты болу керек. Ол мықты болу үшін спортпен айналысу керек. Балалар, сонымен қатар адам сүйегі мықты болу үшін дұрыс тамақтану керек. Естеріңде сақтаңдар. Үйкеліс кейде пайдалы, кейде зиянды болады. Қажет болса, үйкелісті азайтуға не арттыруға болады? Сендер білесіңдер ме? Ежелгі пирамидалардағы қазба жұмыстары кезінде суреттер табылды. Ол суреттерде тас кесектері тиелген шананың табанына сүт құйған мысырлықтар бейнеленген. Мысырлықтар сүтті үйкеліс күшін азайту үшін пайдаланған. Сабағымызды қорытындылайық. Сендер үйкеліс күші қай кезде пайда болатынын және оның пайдасы мен зияны туралы білдіңдер. Үйкелістің түрлерімен таныстыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.